Сәлеметсіздер ме? Бүгін клиникалық практика бойынша түсірілімнің 4-ші күні. Бүгін бауыр аурулары бар науқастардың биохимиялық қан анализін интерпретациялаймыз және олардың барлығын негіздейміз. Мұндай өзгерістер не үшін орын алды, қандай ауруларда кездеседі, қалай өзгереді, азайса не болады, көбейсе не болады деген секілді көріністер. Мен бірге болыңыздар. Сонымен бауыр аурулары кезінде біз алдымен бөліп алуымыз керек, қандай синдромдар кездеседі. Ең бірінші синдром ол цитолис синдромы. Екінші синдром холестаз синдромы. Үшінші клиникасы айқын болатын сарғаю синдромы. Төртінші мезенхиалды қабыну синдромы. Синдромы. Қосымша жалпы барлығын алып, бауыр зақымдалу синдромы, бауыр функциясының төмендеуі осылай кете береді. Енді қысқа нұсқа әрқайсысына тоқталып өтетін болсақ, бірінші ол цитолис синдромы. Цитолис синдромы дамығанын біз биохимиялық қан анализінде екі көрсеткішке қараймыз. Ол ALT және AST. Холестаз синдромы. Холестаз синдромын байқау үшін біз ГГТП, гамма-глутамил транспептидаза және сілті фосфатаза ферментіне қараймыз. Сарғаю синдромы ол бәріне белгілі. Біз мұнда міндетті түрде билирубиндарды қараймыз. Билирубиндар жалпы билирубин, прямой, непрямой билирубиндар болып кете береді. Мезенхимиалды қабыну синдромына қарау үшін біз екі сынаманы қараймыз. Сулема сынамасы және тимул сынамасы сынамалары. Одан бөлек бауырдың функциясын тексеретін бізде оның қызметтік ең бірінші міндеті ақу синтездеу және май ыдырауына қатысу. Вот екі функцияны тексереміз. Ол үшін жалпы белокты және оның құрылымдарын альбумин, глобулинді және холестеринді. Оның құрылымдары жалпы холестериннен бастаймыз. Триглицеридтер, ЛП, НП, ЛП, ЖП. Осылай тексере береміз. Жалпы оның атын біз липидтік профиль деп атаймыз. Міне, бауыр және өт жүйесі бойынша патологиясы бар науқастар міндетті түрде биохимиялық қан анализінде осы көрсеткіштерді тапсыру керек. Енді осы көрсеткіштерді біз интерпретациялайық. Егер ALT мен AST жоғарылайтын болса, ол не деген сөз? Алдымен түсіндіріп өтейін, не үшін ALT, AST жоғарылайды және қандай ауруда жоғарылайды. Ең бірінші бұл ортақ гепатит кезінде жоғарылайды бұл көрсеткіш. Біз гепатиттардың қандай түрлерін білеміз? Біз білеміз вирусты гепатиттарды білеміз. Біз алкогольді гепатиттарды білеміз. Біз токсикалық гепатиттарды білеміз. Міне барлық осы кезде бауырдың құрылымдық бөліктері болып табылатын гепатоциттардың лизисі болады. Міне сол үшін цитолис синдромы деп аталған. Демек қысқаша сызба түрінде көрсететін болсақ, міне гепатоциттар біз атаған мына факторлардың әсерінен лизисқа ұшырайды. Лизисқа ұшырағаннан кейін оның бүкіл функциялары төмендейді. Оның ең маңызды функцияларының бірі детоксикациялық қызметі. Ал бауыр нені детоксикациялайды? Ол бірінші аммиакты ағзадан шығару керек. Себебі аммиак бізде нейротоксикалық, энцефалотоксикалық әсер көрсетеді. NH3 прямой гептан, гематоэнцефалиялық барьерден өтіп кете алады. Ал не істейміз? Аммиакты мочевина циклына жіберіп, одан мочевина түсеміз де бүйрек арқылы экскрециялаймыз. Енді аммиак мочевина циклына жету үшін ол альфа-кетоглутарат деген затты пайдаланады. Ал осы альфа-кетоглутарат деген затымыз міне ALT, AST ферменттерінің нәтижесінде түзіледі. Енді қараңыздар, ALT мен AST жоғарылады деген сөз бізге
мочевинаға айналдыру үшін аммиакты альфа кетоглутарат керек болды деген сөз. Неге керек? Себебі аммиак көбейіп кетті. Неге аммиак көбейді? Себебі гепатит болып жатыр. Ары қарай жалғастыратын болсақ, мен жаңа гепатиттардың қатарында вирусты алкоголь токсикалықтың қасында аутоиммунды формасын қосуды ұмытып кетіппін. Осы ретпен ары қарай жалғастыра береміз. Келесі синдром бізде холестаз синдромы. Холестаз синдромы кезінде мен айттым, гамма-глутамил транспептидаза және сілтіфосфатаза жоғарылайды. Білуіміз керек, что өт жолдары екіге бөлінеді. Бауыр ішілік, бауыр сыртылық өт жолдары. Соған сәйкес, осы екі фермент көтеріледі. Гамма-глутамил транспептидаза бауыр ішілік өт жолдары бітелсе, бауыр ішілік, сілтіфосфатаза бауыр сыртылық өт жолдары бітелгенде шығады. Өзі аты айтып тұр, холестаз өт қышқылының стазы болады. Ол өт жолдарында тұрып қалады, қанға түседі, бүкіл денеге тарайды. Нәтижесінде клиникасында не көреміз? Элементарны терінің қышуы, өт қышқылдары барып нервтарды тітіркендіріп жатыр. Одан кейін зәрдің түсінің қараюы, терінің түстердің аздап қарап қоңырландыруын соларды айтуға болады. Келесі синдром сарғаю синдромы. Сарғаю синдромында билирубин жоғарылайтын білеміз, тікелей емес, бауыр үстілік, бауырлық, бауыр астылық үш формасына сәйкес. Бұларды біз келесі бөлек видеода арнайы қарастырамыз. Мезенхималды қабыну синдромы бауырдың гепатоциттар арасындағы аралық затының қабынуы кезінде жоғарылайды. Цирроз печени болсын, рак печени болсын, басқа инфекциялық аурулар болсын да, альвеококкоз, эхинококкоз деген секілді. Бауырдың аралық заты зақымданған кезде міне осылай зақымданады екен. Келесі көрсеткіштер белоктар мен холестерин. Бұларды да біз арнайы келесі видеоларда қарастырамыз, бірақ барлығын білуіміз керек. Егер бұлардың функциясы төмендейтін болса, ал холестеринтер жоғарылап кететін болса, белок төмендеп, онда бауыр функциясы бұзылған деген сөз. Бір сөзбен айтқанда. Және науқаста ожирение болуы мүмкін. Ары қарай сондай көрсеткіштермен есептей береміз. Жалпы біз АЛТ АСТ-ға, ГГТП сілтіфосфатазаға, билирубиндарға және белок пен липидтік профильге аса мән береміз. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Тағы да видео күтіңіздер.